күнделікті 1000 теңге, 2000 теңгені кішкене менсінбейтін сияқтымыз да, айдың соңында көретін болсақ, ол шында да бюджеттен бір 20-30% болып шығады. Осы қаржылық жоспарды қалай құруға болады? Ең бастапқысы ол жай ғана шығыс пен кірісті жүргізу емес, оны соңында талдау. Күнделікті шығындарын бақылап, оны жүргізіп отырған дұрыс па? Ол кезде ақша сізді басқармайды, сіз ақшаны басқарасыз деп айтамын. Маған шығыс есебін, кіріс шығыс есебін жүргізу нашар әсер етеді дейтін адамдар мүмкін айлық шығындар өте көп адамдар шығар. Сол ақшаны қадам-қадаммен біріншіден резервтік қор жинап, ал кейіннен инвестицияға жіберу қажет. Шамамен қанша пайызы жинақ ретінде сақтау керек? Көбінесе енді тәжірибем бойынша әйел адам қолында ұстаған дұрысырақ сияқты. Себебі біз кейбір кезде көбінесе әйел адамдар кішкене экономды болып саналады. Ай сайынғы табысы тұрақты емес адамдарға қандай кеңес бересіз? Егер сіз күнделікті қарызға батып атсаңыз, күнделікті айдан айға дейін ештеңе қалмайтын болса, келешекте де ештеңе өзгермейді. Балаларға қаржылық сауаттылықты 4-5 жастан бастап үйрете бастау керек.